Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызда біз мәтінді оқып және сол мәтін бойынша сұрақтарға талдау жүргізетін боламыз. Ең алдымен мен бірінші мәтінді оқып өтейін. Бақ ішінде адам баласы мүлде көрінбейтін, күндіз тіпті бірде-бір құс сайрамайтын. Бәрі тым-тырыс, тыныштық орнаған. Бірақ таң сәрі мен кеш батқанда алыс таулардан Іле Алатауының көкжасыл жазығына қарай қоңыр салқын самал ескен кезде ғана тіршілік белгісі білінетін. Сол сәтте құстар у-шу көтеріп, сайрап қоя беретін. Бұл көрініс бір апта бұрын ғана бағбан болып келген Жиһанкез үшін ең ерекше, ең әсерлі сәт еді. Әсіресе таң алдында әупілдектің жүректі елжіретер, құпияға толы сүйіспеншілікке шақыратын әні оның жан дүниесін тебірентетін. Осындай сәттерде ол рахат ұйқыдан сергек оянып, төңірекке сүйсіне көз тастайтын. Бұлақтың салқын суымен жуынып, жаңа күнге тың серпінмен дайындалатын. Басқа жұмысқа кіріспес бұрын қолына домбырасын алып, қос ішекті термелеп отыратын. Құстардың әуезді үніне құлақ түре отырып, таңғы таза ауаны көкірек жұтып, ойын жинақтап, жазбаларын жалғастыруға әзірленетін. Ол көптен бері армандаған музыка жайлы кітап жазуды мақсат тұтқан. Құстардың әніне құлақ түріп, олардың дауысындағы әр ырғақ пен әуенге мән беретін. Парақтар толы жазбаларында музыкалық ноталар мен белгі сипаттар молынан кездесетін. Ол әр дыбысты нақты сипаттап, өз ойларымен қағаз бетіне түсіріп отыратын. Музыканың тарихын, теориясын зерделеп, оны ғылыми жүйеге түсіруге ұмтылды. Оның арманы көне грек пен үнді ғалымдарының музыка мен аспаптар жайлы еңбектерін терең зерттеп, соның негізінде еңбек жазу еді. Табиғаттың өзі оған шабыт беретін. Әрбір сайраған құс, әрбір самал жел оның жүрегінде әуен оятатын. Ол үшін бұл бақ тек тынығу орны емес, шабыты оянатын, ой өрістейтін қасиетті мекенге айналған. Музыка мен табиғаттың үндестігін терең сезініп, соны өзгелерге жеткізгісі келетін. Енді осы мәтін бойынша бізде 4 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: бақта тіршілік белгілері қай кезде байқалады? Яғни, бақта тіршілік қай кезде басталады? Бұл жерде бізде бәрі тым-тырыс, тыныштық орнаған, бірақ таң сәрі мен кеш батқанда алыс таулардан Іле Алатауының көкжасыл жазығына қарай қоңыр салқын самал ескен кезде ғана тіршілік белгісі білінетін дейді. Демек, бізде бірінші сұрақтың жауабы бірінші абзацта берілген, таң сәрі мен кеш батқан уақытта екен. Демек, бұл сұрақтың жауабы таң сәрі мен кеш батқанда. Екінші сұрақ: Жиһанкез үшін ең ерекше, ең әсерлі сәт қандай еді? Бұл сұрақтың да жауабы бізде бірінші абзацта берілген. Мына жерде бұл көрініс бір апта бұрын ғана бағбан болып келген Жиһанкез үшін ерекше, ең әсерлі сәт еді. Әсіресе таң алдында әупілдектің жүректі елжіретер, құпияға толы сүйіспеншілікке шақыратын әні оның жан дүниесін тебірентетін дейді. Яғни, Жиһанкез үшін ең ерекше, ең әсерлі сәт осы таң кезіндегі мына құстардың у-шуы болса, әсіресе таң атқан алдында әупілдектің жүректі елжіретер, құпияға толы сүйіспеншілікке шақыратын әні екен. Демек, бізде екінші сұрақтың жауабы Б болады: таң алдында әупілдектің ән салуы. Үшінші сұрақ: жазушы күнін қалай бастайтын? Қалай бастайтын? Ол бірден жұмысқа кіріспейді, үй тапсырмаларын тексермейді, су ішіп серуендеуші еді деген ондай туралы мәтінде мүлдем ақпарат жоқ. Бізде соңғы қалып тұрған вариант: бұлақ суымен жуынып, домбыра тартатын. Мәтін бойынша қарап өтейік. Бұл жерде бізде екінші абзацта берілген, осындай сәттерде ол рахат ұйқыдан сергек оянып, төңірекке сүйсіне көз тастайтын. Бұлақтың салқын суымен жуынып, жаңа күнге тың серпінмен дайындалатын. Яғни, оның күні бетін бұлақтың суымен жуатынымен басталған, бірақ тек қана бұлақ суымен жуыну ғана емес, домбыра тартуы жөнінде де айтылған екен. Мына жерде басқа жұмысқа кіріспес бұрын қолына домбырасын алып, қос ішекті термелеп отыратын деп берілген. Демек, біздегі жауабы Д болады. Келесі төртінші сұрақ: мәтінге сәйкес келмейтін ақпаратты көрсетіңіз дейді. Мәтінге сәйкес келмейтін ақпарат, сәйкес келетін деп сұрап тұрған жоқ, келмейтін деп сұрап тұр.
Бағбан домбыра тартып табиғатты тыңдайтын. Иә, ол тыңдайтын, себебі ұйқыдан тұрғаннан кейін басқа жұмысын сұрып қойып бірінші домбыра тартады ғой. Одан кейін құстардың үні оған шабыт берді. Әупілдектің әні оны мазасыздандырды дейді. Осы нұсқа бізде мәтінге сәйкес келмейтін ақпарат. Себебі әупілдектің әні керісінше Жиһанкезге ең ерекше, ең әсерлі сәт болатын. Демек біздегі дұрыс жауабы С болады. Әупілдектің әні оны мазасыздандырды. Келесі енді екінші мәтін бойынша жұмыс жүргіземіз. Екінші мәтін: эвкалипт әлемдегі ең биік мәңгі жасыл ағаштардың бірі. Бұл ағаштың отаны Австралия. Сонымен қатар эвкалипт ағашы Тасмания аралында, Жаңа Гвинеяда және Индонезияның кейбір тропикалық аймақтарында да кездеседі. Ғалымдардың айтуынша, бұл ағаштың 500-ге жуық түрі бар. Олардың көпшілігі дәл Австралияда өседі. Эвкалипт ағашының биіктігі 80-100 метрге дейін жетуі мүмкін. Кейбір ерекше түрлері 150 метрге дейін өсіп, нағыз табиғат алыптарына айналады. Бұл ағаш шамамен 500 жылға дейін тіршілік етеді. Эвкалипт ағашы жылдам өсетін өсімдіктер қатарына жатады. Мысалы, 15 жылдың ішінде оның биіктігі 15-20 метрге дейін жетеді. Сондықтан оны жиі орман шаруашылығында пайдаланады. Эвкалипттің жапырағында эфир майы болады. Бұл майдың иісі өте ерекше әрі жағымды. Эфир майын медицинада әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданады. Сонымен қатар ол парфюмерия саласында да әтір жасауда кеңінен пайдаланылады. Эвкалипт майының антисептикалық және дезинфекциялық қасиеттері бар, яғни ол әртүрлі жараларды тазартуға және микробтардан қорғануға көмектеседі. Эвкалипт ағашы тек дәрілік мақсатта ғана емес, өндірісте де маңызды рөл атқарады. Одан қағаз, құрылыс және жиһаз материалдары жасалады. Сондай-ақ эвкалипт ағашынан әшекей бұйымдар мен тұрмыстық заттар да әзірленеді. Оның иісі ауаны тазартады, сондықтан эвкалипт ормандары экологияға да оң әсер етеді. Осы ағаштың ерекше қасиеттері оны табиғаттың тамаша сыйы етеді. Эвкалипт сұлулығы мен пайдасы қатар жүретін адамзат үшін өте құнды өсімдік екен. Бұл мәтінде бізде эвкалипт ағашы туралы берілген. Енді осы эвкалиптке қатысты бізде 6 түрлі сұрақ беріліпті. Бірінші, бізде эвкалипт ағашының адам денсаулығына пайдасы неде? Адам денсаулығына пайдасы. Адам денсаулығына пайдасы жөнінде бізде варианттар бойынша тек ауаны тазартады, жапырағындағы эфир майын ауруларды емдеуге көмектеседі, жапырақтағы тағам ретінде қолданылады, тамыры жерді құнарландырады дейді. Бұл сұрақтағы дұрыс жауабы бізде жапырағындағы эфир майы ауруларды емдеуге көмектеседі. Енді адам денсаулығы деп тұр ғой, денсаулық пен адам бір-бірімен байланысты. Егер тек ауаны тазартады десе, ол экологияға қатысты болып кетеді. Жапырақты тағам ретінде қолданатын болса, ол тағам өндірісіне қатысты. Мысалы, тамыры жерде құнарландырады десе, бұл да бізде адам денсаулығына тақырыбы сәйкес келмейтін ақпарат. Сондықтан бұл жердегі адам денсаулығына пайдасы десе, жапырағындағы эфир майы ауруларды емдеуге көмектеседі деген дұрыс жауабы болады. Келесі біздегі 6-шы сұрақ: мәтінге сәйкес емес ақпарат. Сәйкес деп сұрап тұрған жоқ, бұл жерде де сәйкес емес ақпарат сұрап тұр. Эвкалипт ұзақ өмір сүреді. Иә, ол ұзақ өмір сүреді. Қарабөтек ол бізде айтылғандай 500 жылға дейін, 500 жылға дейін тіршілік етеді. Одан кейін эвкалипт майынан дәмді сусындар жасайды. Эвкалипт Жаңа Гвинеяда өседі. Эвкалиптегі әшекейлер жасауға қолданылады. Бұл жердегі дұрыс жауабы бізде В болады, себебі эвкалипт майынан дәмді сусындар жасайды деген ақпарат қате. Эвкалипттің жапырағында мына жақта эфир майы болады, және ол эфир майын медицинада әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданады. Дәмді сусындар жасайды деген ақпарат жоқ. Келесі сұрақ. Эвкалипттің қай ерекше қасиеті оны орман шаруашылығында жиі пайдалануға мүмкіндік береді? Бұл жерде
орман шаруашылығында жиі пайдалануға мүмкіндік беретіні оның биіктігіне қатысты емес, эфир майының иісі емес. Бұл жердегі дұрыс жауабы бізде С болады, жылдам өсуі. Жылдам өсуі оның ерекше қасиеті болып тұр. Әрине, ол биіктігінің 150 метрге дейін жетуі де оның қасиетіне жатады. Эфир майының иісі де оның қасиеті болып саналады. Бұл жердегі ақпараттар негізі эвкалиптке сәйкес келеді, бірақ орман шаруашылығында жиі пайдаланылуына әсер ететіні ол жылдам өсуі. Келесі, эвкалиптің экологияға тигізетін әсерін қалай сипаттауға болады? Бұл жерде дұрыс жауабы экологияға қатысты айтылып тұрғаннан кейін, бұл жерде ауаны тазартып экологиялық тепе-теңдікке үлес қосады деген жауап дұрыс болады. Бұл жердегі экология деген енді қоршаған орта ғой, қоршаған ортамен ауа өте тығыз байланысты. Бұл жерде негізі су көздерін көбейтеді, құстардың мекендейтін орнына айналады, климатты жылытатын әсері бар деген сияқты ақпараттар негізінде мәтінде жалпы айтылмаған. Бірақ та ауаны тазартып экологиялық тепе-теңдікке үлес қосатынын мәтінді оқу арқылы біз білеміз. Себебі ол мәңгі жасыл ағаштардың бірі және де өте биік. Келесі сұрақ бізде мәтінде жауабы жоқ сұрақты табыңыз. Мәтінде жауабы жоқ сұрақ. Эвкалипт қайда өседі деген сұрақтың жауабы бізде бар. Ол бізде қайда өседі? Тасмания аралында өседі, Жаңа Гвинеяда өседі және Индонезияның кейбір тропикалық аймақтарында өседі. Бірақ отаны Австралия деп айтады. Одан кейін эвкалипт майы пайдалы ма? Әрине пайдалы, себебі ол адам денсаулығына, яғни ауруларды емдеу үшін қолданылады медицинада. Енді эфир майы мен эвкалиптің байланысы, эвкалиптің жапырағында эфир майы болады, сол эфир майы медицинада қолданылады. Бұл сұрақтың жауабы да бар. Эвкалиптің неше түрі бар? Эвкалиптің бізде мына жақта, қателеспесем, мына жерде берілген түрлері бізде 500-ге жуық деп берілген. 500-ге жуық түрі беріледі деп айтылғандықтан, бұл жерде мәтінде бұл сұрақтың жауабы бар. Неше түрі бар деген сұрақтың жауабы. Енді бізде эвкалипт неше айда гүлдейді? Ол сұрақтың жауабы мәтінде берілмеген. Демек, бұл 9-шы сұрақтың жауабы, дұрыс жауабы Д болады. Эвкалипт неше айда гүлдейді? Келесі сұрақ. Келесі 10-шы сұрақ. Әлсіз сөзіне қарама-қарсы мәндес сөзі бар сөйлемді табыңыз. Әлсіз деген жалпы қарайтын болсақ, күші жоқ деген сөз, әлжуаз деген мағынада да жұмсалады. Әлжуаз, әлсіз деген сөздер бұлар синонимдер, мағыналары бір-біріне жақын сөздер. Енді мына жерде қарсы мәндес сөзі бар сөйлемді табыңыз деп тұр. Қарсы мәндес деген бұл бізде антоним деген. Енді варианттарды оқып көрейік. Бірінші бізде 15 жылда оның биіктігі 15-20 метрге жетеді. Бұл жерде әлсіз деген сөзге қарама-қарсы мағынада ешқандай сөз жоқ. Екінші, оның Австралия мен Тасманияда 500 түрі кездеседі. Бұл жерде де жоқ. Бұл күшті антисептикалық және дезинфекциялық зат. Осы вариантта бізде бар, себебі күшті деген сөзді көріп тұрмыз. Күшті деген сөз әлсіз деген сөзге қарама-қарсы, яғни әлсіз деген сөздің антонимі күшті болады. Ал Д вариантында да бұл сұрақтың жауабы жоқ. Яғни біздегі осы 10-шы сұрақтың дұрыс жауабы С варианты болады. Бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.